Жасыл алаңда керемет ойынымен көзге түсіп қана қоймай, саясатта өз мемлекеті үшін орасан зор іс атқарған футболшылар қазіргі таңда саусақпен санарлықтай. Солардың бірі лондондық Челсимен бірге УЕФА Чемпиондар Лигасында топ жарған Дидье Дрогба. Бүгін біз аяқ допты жанына сергеткен Африка футболының көсемі жайлы айтатын боламыз. Дидье Ив Дрогба Тебелей 1978 жылы 11 наурызда Кот-д'Ивуар мемлекеті Абиджан қаласында дүниеге келген. Кішкентай кезінен жеткілікті жағдайда өмір сүрді деп айтуға келмейді. Ата-анасы жұмыссыз, елдегі саяси проблемалар. Осы жағдайларға байланысты ол 5 жасында Францияға аттанды. Ол жақта Дидьені ағасы Мишель Гоба құшақ жая қарсы алды. Дидьенің өзі мансабында жеткен ең үздік нәтижелер осы ағамның арқасында деп айтқан еді. Бозбала шағында жергілікті Ван Авелла қалаларының жастар командасында доп теуіп бастады. Мектеп кезінде Дрогбаға ересек балалар тарапынан қысым да көрсетілген болатын. Бұл жағдайлар африкалық ойыншының футболдағы, оқудағы көрсеткіштеріне кедергі келтірді. Уақыт өте келе жартылай кәсіпқой Ливалуа командасына шақырту алды. Алайда ойыны жас бапкер Жака Локаруға ұнамай, ол жақта өзін көрсете алмады. Мектепті тамамдағаннан кейін Дрогба Францияның Леман қаласына көшіп, сол жақтағы колледжге есепші мамандығын оқуға кірісті. Онымен қоса жергілікті қалалық командаға да орналасты. Бірнеше жарақаттар, ауыр жаттығулар Дидьені әбден әурең сарсаңға салды. Онымен қоса отбасылық жағдайлар. Алайда Дрогба өзін қолға алып, 21 матчта 5 гол соғып біраз көзге ілікті. Әрі қарай Генгам, Олимпик Марсель командаларында доп теуіп, өз көрсеткіштерін арттырды. Олимпик Марсель сапында 55 матчта қақпаға 33 доп тоғытып, Францияның үздік ойыншысы атанды. Онымен қоса командасын Еуропа лигасының финалына дейін апарған еді. Мұндай керемет нәтижелердің арқасында Дидье мансабындағы жаңа баспалдаққа қадам басты. 2004 жылдың 21 шілдесінде лондондық Челси Дидье Дрогбаны 38 миллион еуроға сатып алды. Алғашқы дебюттық матчта Челси италиялық Романы 3-0 есебімен тас-талқан етіп ұтқан еді. Дәл сол матчтың 68 минутында африкалық ойынға тыңнан қосылып, лондондық клуб сапындағы алғашқы голын соқты. Әрі қарай Дидьені Англияның сойқан клубтарына қарсы тұру атты сынақ күтіп тұрған еді. Алайда ол еш мүдірмей 26 матчта 10 гол соғып, Челсиге ағылшын премьер-лигасын сыйлады. 2012 жылы УЕФА Чемпиондар Лигасында гол соғып, онымен қоса матч соңындағы шешуші пенальти сериясын өте сәтті орындады. Екі мың 12 жылдың 20 мамырында Дрогба ресми түрде бос агентке айналды. Ал 28 қаңтарда қытайлық Шанхай Шенхуа командасына ауысты. Әрі қарай Галатасарай, Монреаль Импакт, Феникс Райзинг секілді командаларда доп тепті. Бір қызығы 2014 жылдың 24 шілдесінде Дрогба бір жылдық келісімге қайтадан Челсиге оралды. Алайда күтпеген жарақаттардың кесірінен сәтті ойын көрсете алмады. 2017-2018 жылғы футбол маусымының аяқтала берісінде Дидье Дрогба ресми түрде футболдағы мансабын аяқтауы туралы хабарлады. Футболдан тыс африкалық ойыншы 2011 жылы Кот-д'Ивуардағы азамат соғысын тоқтатуға үлес қосқан үшін мемлекеттік сыйлықпен марапатталған еді. Онымен қоса Африка халықтарын білім және денсаулық сақтау салаларында финанстық және материалдық көмекпен қамтамасыз етті. Сіздермен бірге болған доп теп жобасы келесі санда жолыққанша.